Ассалаумағалейкум, студияда Мадир Ғалиұлы. Бүгінгі күннің айшықты ақпараттары қандай? Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы Эдуард Огай мен Александр Хмелев өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Елімізде биылғы күздің басты саяси оқиғасы 20 қарашада өтетін кезектен тыс президент сайлауы. Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы Қазақмыс холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директор кеңесінің төрағасы Эдуард Огай мен және Казцинк жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Александр Хмелевпен өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Бүгін бізде тағы да қуанышты жағдай. Бұл міне Қазақмыс корпорациясымен және Казцинк компаниясымен бұрыннан осы келісу бойынша меморандумға қол қойымыз. Меморандумның негізгі мақсаты жаңадан құрылған Ұлытау облысы мен оның орталығы Жезқазған қаласының инфрақұрылымын дамыту және абаттандыру бойынша тараптардың өзара қолдауы мен белсенді күш біріктіру аясында. Қол қойылған мәмілеге сәйкес Қазақмыс, Жезқазған мен Сатпаев және Ұлытау ауданында жалпы сомасы 35 миллиард теңгеге 22 жобаны іске асырса, ал Казцинк Жайрем кентінің әлеуметтік экономикалық дамуына шамамен 600 миллион теңге бөледі. Хочу сказать, что ең алдымен мемлекет басшысына үлкен алғыс айтқым келеді. Себебі Жезқазғанға облыс орталығының мәртебесін қайтарып, өңірдегі қордаланып қалған көптеген мәселелердің шешілуіне себепкер болды. Біз Ұлытау облысының өркендеуіне барынша атсалысамыз. Алда қыс келіп қалды. Бірінші кезекте қыстан қысылмай шығудың қамына кірісеміз. Қаланы қардан тазалайтын қуатты техникалармен қамтамасыз етуде ойымызда бар. Жезқазғанның жаңа тынысы ашылды десек те болады. Біз әрине Қазақмысқа қарағанда бұл өңірге енді келіп жатқан кәсіпорынбыз. Әзірге өзіміз орын тепкен Жайрем кентінің жан-жақты дамуына, ондағы күрделі мәселелердің күрмеуін табуға жергілікті билікпен бірлесе жұмыс жасаймыз. Облыс әкімімен ақылдаса отырып, қажетті деген салаларға қол ұшын созамыз. Маңызы зор меморандум нәтижесінде ендігі біздің қалада мемлекеттік техникалық университет, соңғы үлгідегі дене шынықтыру және сауықтыру кешені, музыкалық драма театр мен балабақша сынды әлеуметтік мәдени тұрмыстық нысандар бой көтереді. Сонымен қатар Ұлытау даласын халықаралық деңгейдегі туризм орталығын айналдыру бағытындағы біршама жобалар да қолға алынады. Вот этот новый современный дом. И вот театр. Зал 500 мест, малый зал 200 мест, конференц-зал, крупные все международные мероприятия, форумы будем здесь проводить. Музей и главная гостиница. Это вот когда приезжают на гастроли, чтобы могли останавливаться и для самих молодых артистов, которых будем приглашать, они будут жить. Меморандум аясындағы ауқымды іс-шаралар Ұлытау облысының еліміздегі алдыңғы қатарлы өңірлер санатынан ойып тұрып орын алуына оң әсерін береді деп күтілуде. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Дидар телеарнасы. Елімізде биылғы күздің басты саяси оқиғасы 20 қарашада өтетін кезектен тыс президент сайлауы. Саяси додаға 18 күн қалды. Өңірімізге орталық сайлау комиссиясының өкілдері келіп, облыс орталығында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, алқалы жиын өткізді. Сарапшылардың пікірінше, мерзімінен бұрын сайлау өткізу жалпы бұрынғы кеңістіктегі геосаяси тұрақсыздық жағдайында экономиканың әлсіреуі мен қоғамдық қолдауды жоғалту қаупін барынша азайтады. Сондықтан алдағы сайлауда дауыс беру құқығы бар әрбір қазақстандық өзінің және балаларының болашағы үшін дұрыс таңдау жасау қажет. Орталық сайлау комиссиясы президент сайлауын өткізудің дайындығына кірісіп кеткен. Ұлытау облысына арнайы келген орталық сайлау комиссиясының өкілдері саяси доданың барынша әділ және ашық өтуін жоғары деңгейде ұйымдастырамыз дейді. Если есть какие-то
Сайлау барысында әрбір ұсақ-түйек шаруалардың ісі тыңғылықты атқарылу керек. Жұмыс барысымен іс-сапарға баратын сайлаушылар болады. Тәуліктік ауысымға жұмысқа баратындар болады. Дауыс беруге барлығы бірдей жағдай жасалу қажет. Және ең бірінші кезекте әділдік. Өңірлердегі сайлау комиссиясының қызметкерлері үлкен жауапкершілік таныта білуі керек. Біздің облыста дауыс беру құқығы бар 140.667 сайлаушы бар екен. Оның 2383-і сайлауға алғаш рет қатысады. Қалалар мен аудандарда сайлаушылар тізімдерін тексеру және сайлау учаскелерін нақтылау үшін кол орталықтар жұмыс істейді. Сондай-ақ қалалар мен аудандар әкімдіктерінің сайттарында сайлаушылар тізімінде өзінді тексер және сайлау учаскесін іздеу функциялары қосылды. Бүгінгі күнге базаға қосылғандар азаматтардың өтініштері бойынша ол жатақханадан тыс тұратын қаладан тыс студенттер, вақтышылар, уақытша тіркелген азаматтар және тағы басқа 1633, жатақханаларда тұратын студенттер 201, әскери қызметшілер 38, басқа өңірлерден азаматтарды алып тастау туралы өтініштер 1426, базадан шығарылғандар азаматтарды басқа өңірлерге шығару бойынша 1664. Ағымдағы жылдың 30 қазанында сайлау комиссияларында 140.667 адам тұратын сайлаушылар тізімі берілді. Жалпы сайлау учаскелерінің шекаралары мен орталықтары өзгертілмеген, жаңа сайлау учаскелері құрылған жоқ. Қазіргі уақытта сайлау учаскелері толық жабдықтырылған. Саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктер жоспар жобасын пысықтап, үміткерлерін үкілеп топқа қосуда. Алуан жүйрік әліне қарай шабады. Бастысы қазақстандық әрбір азамат өзінің болашағы үшін дұрыс таңдау жасап, сайлауда белсенділік таныта білуі керек. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Дидар телеарнасы. Қысқы мезгілдегі төтенше жағдайлардың алдын алу тақырыбында брифинг өтті. Төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс бөлімінің бастығы Дулат Асанов пен мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бастығы Ермек Исмаилов облыстың қысқа дайындығына кеңінен тоқталды. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша кешенді және алдын алу шараларын көздейтін алдағы қысқы кезеңде халықты және аумақты қорғау жоспары облыс әкімімен бекітілген. Қалалар мен аудандардың әкімдіктері, мемлекеттік органдар мен ұйымдар осы жоспарды іске асыру бойынша жұмыс жүргізуде. Азаматтық қорғау органдары қыркүйек айынан бастап тұрғындар мен төтенше жағдайлардың алдын алу және қауіпсіз мінез-құлық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған ауқымды профилактикалық жұмыстар жүргізіп келеді. Жылыту пункттері жол бойындағы жұмыс жасап жатқан сервис елдерінің базасында құрылғанын атап өткім келеді. Жаңарқа ауданындағы аумағындағы Ақтөбек трассалық медициналық құтқару пункті орналасқанын ерекше атап өткім келеді. Ол қыста жылыту пункті ретінде пайдаланылады. Қалалар мен аудандардың әкімдіктері азық-түлік пен бірінші кезекте қажетті тауарларды өткізуге шарттар жасасты. Облыстық барлық медициналық мекемелер зардап шеккендерге қажетті көмек көрсетуге дайын. Оларда материалдық техникалық азық-түлік, медициналық резервтердің қажетті қорлары құрылған. Тұтастай алғанда облыс бойынша қазіргі кезеңде бекітілген күштер мен құралдар топтары үшін тартылатын қыс мезгілінде төтенше жағдайлардың жоюға атап айтқанда 330 адам мен 97 бірлік техника, әртүрлі техника айқындалған. Қандай да бір төтенше жағдай, соның ішінде ауа райының күрт бұзылуында ұялы телефонымызға 112-ден ескертпе хабарлама келетіні белгілі. Дегенмен хабарламаға аса назар аудара қоймайтындар да бар. Сол себепті сала мамандары дәрмен мобильді қосымшасын пайдаланудың тиімділігі жоғары екенін атап өтті. Дәрмен мобильді қосымшасын белсенді пайдалану қажеттілігі туралы халыққа үндеу жасағым келеді. Сондай-ақ жүргізушілердің назарын автожолдарда сақтық шараларын сақтау қажеттілігі аударуға шақырамын. Біздің өңірдегі қыс республикалық және жергілікті маңызы бар автожолдардағы қар құрсауын пайда болуына әкеледі. Брифинг барысында төтеншеліктер қысқы уақытта көлігі бұзылып, жапан далада қалып қою жағдайы жиі кездесетінін айтты. Осыған сай республикалық маңызы бар Қызылорда, Павлодар және Жезқазған, Есіл, Петропавл автожолдарына проблемалық учаскелер орнатылған. Бұл жолдарда жалпы ұзындығы 2860 шақырымды қар құрсауының астында қалатын 111 учаске айқындалып отыр. Қар құрсауында және күрделі метео жағдайларда зардап шеккендерге жедел көмек көрсету үшін облыс аумағында орташа сыйымдылығы 50 адамдық 10 стационарлық жылыту пункттері анықталып
айтты. Облыстағы төтенше жағдайға дер кезінде төтеп беріп, апаттық құтқару жұмыстарын орындау мақсатында алдағы уақытта Жезқазған қаласына Ми-8 тікұшағы жеткізілетінін жеткізді. Брифинг соңында төтеншеліктер бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап берді. Гүлім Маратқызы, Сергей Майкович, Мейіржан Мырзахмет, Дидар телеарнасы. Ал ел президенттігіне кандидат Мейрам Қажыкенов үгіт-насихат жұмыстары Абай облысында жалғасты. Әуелі Семей инжиниринг зауытында болды. Бұл кәсіпорын 1987-2004 жылдар аралығында бронды жөндеу зауыты деп аталып келген. Өндірістің негізгі бағыты қорғаныс және азаматтық мақсаттағы өнімдерді әзірлеу, өндіру, жөндеу және сату. Кәсіпорын жұмысшылармен кездесу барысында кандидат сайлауалды тұғырнамасын таныстырды. Қызметкерлермен саяси әлеуметтік тақырыпта пікір алмасты. Мейрам Зекешұлы өңірдегі штаб жұмысымен де танысты. Кандидат Абай облысында бір күн аялдап, тағы бірқатар кездесу өткізуді жоспарлап отыр. Гүлім Маратқызы, Думан Уразов, Дидар телеарнасы. Президенттікке кандидат Қарақат Әбденнің Алматы облысы жұртшылығымен кездесулері жалғасуда. Бүгін ол еңбекші Қазақ ауданына қарасты Есік қаласында болды. Президентке үміткер Қарақат Әбден Есік қаласының сайлаушылармен кездесу өткізді. Сайлауалды жиынға жергілікті тұрғындар, мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің мамандары қатысты. Жиын барысында үміткердің сайлауалды бағдарламасы таныстырылып, әлеуметтік сала, білім беру мен бала тәрбиесі жайлы өзекті сұрақтар көтерілді. Сондай-ақ сайлауалды бағдарламаның негізгі басымдықтарын таныстырды. Балабақшалардың қазіргі жай-күйі төңірегінде пікір алмасты. Қазір ауданда мектепке дейінгі 170 білім беру мекемесі бар, оның 30-ы мемлекеттік балабақша, 12-сі шағын орталық. Гүлім Маратқызы, Думан Уразов, Дидар телеарнасы. Президенттікке ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы атынан ұсынылған кандидат Жигули Дайрабаев Қарағанды облысына барды. Фитохимия халықаралық ғылыми өндірістік кешенінің жұмысымен танысып, қызметкерлермен кездесті. Сонан соң өңірлік штабта селекторлық отырыс өткізіп, сайлауалды үгіт-насихат науқанының 10 күндігін қорытындылады. Облыстардағы әріптестермен бейне байланысқа шығып, алдағы жоспарларын бірі пысықтап алды. Кандидат Жигули Дайрабаев пен оның партияластары бұдан бұрын Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, Ақтөбе және Ақмола облыстарында болды. Тұрғындармен және шаруалармен жүздесіп, саяси бірлестіктің бағдарламасын таныстырды. Гүлім Маратқызы, Думан Уразов, Дидар телеарнасы. Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы республикалық қоғамдық бірлестігінен президенттікке кандидат Нұрлан Әуеспаев үгіт-насихат жұмыстарымен туған жері Шымкент қаласына барды. Ел президенттігіне үміткер Нұрлан Әуеспаев Қазығұрт шағын ауданының тұрғындарымен кездесіп, сайлауалды тұғырнамасының негізгі бағыттарына тоқталды. Сондай-ақ оппозициялық партия өкілі өзін ұсынған бірлестік туралы да қысқаша айтып берді. Жиынға науқанның өту барысын бақылайтын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының байқаушылары қатысты. Кездесу барысында тұрғындар ашық пікірін айтып, өздерін толғандырған сұрақтарын қойды. Айта кетейік, кандидаттың сайлауалды бағдарламасы бойынша 50-ден аса іс-шара өткізу жоспарланған. Гүлім Маратқызы, Думан Уразов, Дидар телеарнасы. Кезектен тыс президенттік сайлауға қатысып жатқан кандидат Салтанат Тұрсынбекова Шымкент қаласы мен Түркістан облысына барды. Құқық қорғаушылармен кездесіп, отбасын қолдау орталығымен танысып шықты. Президенттікке кандидат ең әуелі Шымкент қалалық адвокаттар алқасымен кездесті. Жиын барысында заңгерлер жиі тап болатын проблемалар қаузалып, ұсыныстар айтылды. Негізгі мәселе халық тарапынан сотқа деген сенімнің аздығы. Бұдан кейін Салтанат Тұрсынбекова Түркістан облысының Сайрам ауданына барды. Ақсукент елді мекеніндегі отбасын қолдау орталығындағы әйелдермен кездесті. Кандидат қордаланған мәселелердің шешу жолдарын талқылады. Салтанат Тұрсынбекованың үгіт-насихат жұмыстары Түркістан облысында жалғасады. Гүлім Маратқызы, Думан Уразов, Дидар телеарнасы. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.